Сәлем достар. Бүгін бүйрек ауруларының біз мән бермейтін белгілері туралы және бүйрек ауруларын алдын алатын шаралар туралы айтатын боламын. Мені жоғалтпау үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сау бүйрек тәулігіне қанды 3 рет тазалау тиіс. Әлемдік статистикада бүйректің созылмалы ауруы өлімге алып келетін 6-шы себеп екені көрсетілген. Жалпы бүйрек дертіне шалдыққандардың саны 850 миллион болса, жыл сайын олардың 2-4 миллионы өмірмен қош айтысады екен. Қазақстанда да бұл дерттің шырмауына түсіп шырылдап жүрген жандар жетерлік. Сонымен, бүйрек зәр өндіріп, оны несеп жолдары арқылы сыртқа шығарумен айналысады. Ағзадағы зат алмасу кезінде пайда болған сұйықтық пен токсиндерді сүзгіден өткізіп, зәрмен бірге айдап жібереді. Сол сияқты қанның қышқылын арттырмаудың алдын алатын қышқыл сілділік пен тепе-теңдікті реттеп отырады. Бүйрек артериялық қысымды қалыпты ұстап, гормондарды өндіруге атсалысады. Бүйрек гормоны жілік майындағы қан жасушаларын бақылап отырады. Онымен қоса бүйрек Д дәруменін өндіріп, қандағы кальцийдің көрсеткішіне ықпал етуге қауқарлы. Бұл дәрумен сүйектің мықтылығын сақтауға көмектесетін минералдандыру әрекетіне өте қажет. Бүйрек күніне 24 сағат артық сұйықтық пен зат алмасудан қалған токсиндерді шығарып отырады. Яғни орташа есеппен 1500 литр қан әр күн сайын бүйрек арқылы өтіп тұрады. Көбіміз ісу, бас ауруы мен шаршаудың өз дәрігерге көрінудің алғашқы белгілері екенін біле бермейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да өз әсерін тигізеді. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Алайда адамдар сол белгілердің несеп жыныс жүйесіне тікелей қатысы барына назар аудара бермейді екен. Есте сақтаңыз, бүйрек ауыратын адамдардың 96% уақыт өткізіп алса, жүрек қан тамыр ауруларына шалдығады екен. Зәрдегі көбік. Зәр қатты қыстап, дәрет сындырғанда көбіктің пайда болуы қалыпты жағдай. Ал оған қосымша аурулардың қосылуы алаңдауыңызға жақсы себеп. Дәрігерлер көбіктің зәрдегі ақуыз бен токсиндердің болмағанынан хабар беретінін айтады. Бұл бүйректің дұрыс жұмыс жасамауынан әртүрлі қосындылар мен қан құрамын сүзгіден өткізудегі бұзылыстардан пайда болады дейді. Ал қызыл және қоңыр зәр. Зәрдің түсі ақсардан бастап қою кәріптас түске дейін түрлене беруі мүмкін. Оның түсін өзгертуге кейбір жеген тағамдарымыз әсер етіп жатады. Мәселен, қызылша, жидек, фасоль мен дәрі-дәрмектер зәрді сарғылт, қоңыр, қызыл, тіпті жасыл көк түске бояп жібереді. Ал мұндағы басты мәселе жоғарыдағы тағамдарсыз зәрдің қызыл түске енуі. Мұндай жағдайда жылдамырақ дәрігерге барыңыз. Зәрдің тұнық болмауы. Бұл бүйректегі тастан немесе несеп шығару жүйесіндегі инфекциядан хабар беретін симптом. Тұнықтығын бұзатын тағы бір себеп зәрдің сусыздануы, яғни қоюлануы. Мұндай жайсыздықты байқасаңыз, көбірек су ішуге тырысыңыз. Бірнеше литр сұйықтық зәріңізді қайта мөлдірлік қалпына келтірсе, бәрі дұрыс деген сөз. Егер олай болмаса, міндетті түрде нефролог маманның көмегіне жүгініңіз. Бел ауруы. Ауырсу сезімі арқада пайда болады. Қабырғада астында. Жұмыртқа жотасының оң және сол жақ бөлігіне беріледі. Ол кейде ішке және жыныс жолдарына да жетіп жатады. Бұл ауруды омыртқамен байланыстырып шатасатындар көптеп кездеседі. Олай қателесуге болмайды. Ауруды одан әрмен асқындырып алмас үшін кәсіби көмекке жүгіну керек. Созылмалы шаршау мен әлсіздік. Бүйрек эритроциттерінің құрылуын бақылайтын гормон өндіреді. Оның аздығы анемия, әлсіздік пен шаршауға алып келеді. Бұл бүйректі тексеруден өткізуге алғашқы себеп болып тұр. Бастың ауруы немесе бастың айналуы. Бүйрек жұмысының бұзылысынан ағзаға жиналып қалған токсиндер мидың дұрыс жұмыс жасауына кері келтіреді. Бұл есте сақтау қабілетін нашарлатып, бастың ауруы мен айналуына себеп болады. Оған дейін жеңіл атқарып жүрген жұмыстарыңыз қиынға соғып, көп күшті талап етпек. Бүйрек жұмысының нашарлауынан анемия мен басқа да асқыну процестері жүреді. Егер бұл симптомдар жиі мазаңыздалса, несеп шығару жүйесін тексеруден өткізу керек. Жүректің айнуы мен лоқсу. Егер тамаққа дейін және кейін жүрегіңіз айнса, бүйрегіңізді тексертіңіз. Ағзаға түсіп жатқан зиянды заттарды сүзгіден өткізуге оның шамасы келмей жатқан болар. Алдымен лоқсудың басқа да себептерін сызып тастау үшін терапевтке барып, одан соң нефрологқа көрініңіз. Жиі зәр шығару. Бұл жайсыздыққа несеп шығару жолдарының кез келген ауруы себепкер болуы ықтимал. Ал дәл бүйрекке қатысты айтар болсақ, инфекция, тастың пайда болуы немесе ағзадағы сұйықтықтың тепе-теңдігін сақтайтын функцияның бұзылысы адамдарды әуре сарсаңға салып қояды. Ісік. Бұл ағзада сұйықтық кідіріп қалғанда болатын жайсыздық. Соның кесерінен аяқ пен көздің айналасы ісініп шыға келеді. Ісіктің өзі сізде шынымен бір аурудан барын анықтап бере алмайды. Тұзды тамақ жеу, бір орында ұзақ отыру мен кейбір дәрі-дәрмек адам денесінің ісініп толынуына алып келеді. Әйелдерде ішке қабылдаған су, етеккір немесе аяқ ауыр кезінде ағзадағы сұйықтық ұзақ сақталуы мүмкін. Ал ісіктің беті қайтпай жиі белгі бере беруі бүйректегі проблемаға сілтейді. Құрғақ жиі қышынатын тері.
бүйректің қандағы құнарлы заттар мен минералдар тепе-теңдігін сақтай алмауы, токсиндер мен артық сұйықтықты сыртқа шығару кезінде проблемаларға тап болуы теріні құрғақтандырып жібереді. Әрине, теріміздің түрлеуіне одан да басқа толып жатқан сыртқы факторлар әсер етуі мүмкін. Бар мәселе бүйректен болса, оны міндетті түрде шешу керек. Артериялық қысымның лезде көтерілуі. Бүйрек адамның гормоналды жүйесінің басты қозғаушы күштерінің бірі. Ол қысым мен ағзадағы қан көлемін реттеуші. Сол себепті олардың жұмысындағы бұзылыс гипертонияның ұстамасына алып келуі мүмкін. Айтпақшы, бұл белгі ілгеріде атап өткен белгілермен қатар пайда болған болса, бүйректің жұмысындағы проблемалардан хабар береді. Дене температурасының өзгерісі. Үнемі тоңып, дірілдеу мен себепсіз қысымның жоғарылап кетуі бүйректегі бұзылыстардың әсері деп біліңіз. Дәрігерлер адам температурасының бүйректің қабынуынан көтеріледі дейді. Ілгердегі симптомдарын байқасаңыз, уролог немесе нефрологқа көрініп, зәр мен қанға анализ тапсырған жөн. Сол сияқты көпшілігіміз дәрге анализ тапсырып, жақсы нәтижесін көрсек, бүйректің халі жақсы екен деп іштей ой қорытуға құмармыз. Алайда ол көрсеткіш жалпы диагностикаға жарамайды. Бүйрек жұмысына сенімді болу үшін жылына 1-2 рет зәр мен қанға анализ тапсыру қажет. Міне содан кейін ғана бүйрек жұмысын бағалауға болады. Көптеген бүйрек аурулары асқынып, әбден әлекке салуы мүмкін. Сол үшін жоғарыда аталған симптомдарды елемей жүрмеңіз. Ал бүйрегіміз дұрыс жұмыс жасау үшін не істеу керек? Бірінші, дұрыс тамақтану. Адам ағзасының сүзгісі сіздің дұрыс тамақтанғаныңызға алғыс білдіретін болады. Сондықтан рационыңыздан қақталған, тұщы, қуырылған тағамдарды алып тастап, сәбіз, алма, тәтті бұрыш, асқабақ, шпинат пен басқа да көкөністерді көбірек енгізіңіз. Екінші, таза су ішу. Күн сайын 1,5-2 литр су ішуге тырысыңыз. Ол бүйректің зиянды токсиндерді көбірек шығаруына көмегін тигізбек. Алайда суды бірден көп мөлшерде ішпеу керек. Және түнгі уақытта аз қабылдауға тырысыңыз. Ал емдік минералды судың көмегіне тек дәрігердің тағайындауымен ғана жүгініңіз. Бүйректе тастың пайда болуына көп мөлшерде кофе мен алкоголь әсер етеді. Үшінші, балдыркөк жеу. Қарбыздың қабығынан сусын әзірлеу. Бүйректі тазалауда балдыркөктің пайдасы шашетектен. Оның шырынын бүйрек аурулары кезінде ішуге кеңес беріледі. Ал ісік пен бүйректегі тасқа қарбыздан жасалған сусынның көмегі көп болмақ. Ол үшін пеште қарбыздың қабығын кептіріп алып, ұсақтап жібереміз де 5 минут суға қайнатамыз. Суған соң күніне 2-4 рет қабылдай беруге болады. Егер бұған дейін бүйрек ауруларының біріне шалдыққан болсаңыз, дәрігерге барып профилактикадан өтіңіз. Төртінші, емделу қажет. Бүйректе дерті бар жандарға арнайы емдік шараларын қолданған дұрыс. Мәселен, судан раушаны негізінде жасалған препараттың цистит кезінде шипасы көп болмақ. Бұл өсімдік иммунитет түскенде бактериялармен күресуге ықпал етеді және суық тигенде ауру тудыратын микробтардың пайда болуын алдын алып таралуына жол бермейді. Бесінші, киім мен аяқ киім. Биік тақалы аяқ киіммен ұзақ жүру жамбас сүйегіне зиян келтірмек. Ол өз кезегінде бүйректің жұмысына әсер етеді. Сондықтан биік өкшелі туфлилерді киетін нәзік жандыларға ара-тұра аяқты демалтып тұруға кеңес беріледі. Онымен қоса тар шалбар киюден де сақтану керек. Оның кесірінен қан айналымы кедергі ұшырап, бүйрекке оттек қажетті деңгейде жетпей қалады. Алтыншы, салқын тигізіп алмау. Суық ауыр айында аяқтың тоңбауын қамтамасыз ету керек. Сол сияқты жылы киімнің де маңызы зор. Ең бастысы бүйрекке суық тигізіп алмаудың қамын жасаңыз. Жетінші, көп қимылдау және билеу. Физикалық белсенділік тек бүйректің саулығын ғана емес, барлық дене мүшелеріңізге пайдасы көп екенін жақсы білеміз. Көптеген ауруларды емдеу үшін жаяу жүрумен суда жүзуге кеңес беріледі. Оған қоса фитболмен айналысып, белге валик арқылы жаттығу жасау керек. Ал бүйректің саулығы қамтамасыз ету үшін белсенді түрде белді айналдыра билеңіз. Сегізінші, бастысы өз-өзіңізді емдеумен айналысудың қажеті жоқ. Тіпті зиянды әсері болмайды деген дәрілердің өзін бүйрегіңіз жақтырмай қалуы мүмкін. Сол себепті бұл ағзамыз сыр берген сәтте дәрігерге барып жүйелі емдік шараларын өтіп, ол тағайындаған препараттарды ғана ішкен абзал. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.